Мұнараны бақылап тұратын Олли. Олли есімді адам бар. Ол кітап көп оқиды, көп нәрсені біледі. Және бүкіл әлемді аралап саяхаттайды. Сондықтан Олли кез келген сұраққа дұрыс жауап береді. Олли қалада жақсы жұмыс тапты. Ол шіркеу мұнарасында тұрып, бәрін бақылайтын адам. Осылайша ол жерден аспанға дейін не болып жатқанын бәрін көре алады. Ол үлкен қоңырауды соғып, адамдарға әрекетке көшу немесе ештеңе істемей жүру туралы ескертке алады. Олли шынымен де өз ақылы мен біліміне сай келетін жұмыс тапты. Бір күні кішкентай қыз Оллиді көру үшін биік мұнараға көтеріледі. Ол Оллиге сәлем беріп, содан кейін сұрады. Адамдар неге қайырымды істеу жасау керек? Олли жауап берді. Сен қайырымды істер жасап, орнына ештеңе алмадым деп айта аласың ба? Қыз жауап берді. Менің көршімде кішкентай ит бар. Ол оны қатты жақсы көреді. Баласындай мәпелеп күтеді. Маған да сол ит қатты ұнайды. Бір күні ит жоғалып кетті, ал иесі қатты жылады. Олли сұрады, кішкентай ит қайда екен? Қыз жауап берді. Оны ұрылар ұрлап кетті. Олли сұрады, оны ұрлағанын қайдан білесің? Қыз айтты. Келесі күні анаммен бірге әжемнің үйіне бардық. Мен немере ағаммен бақшада ойнап жүргенде кішкентай итті көрдім. Шынында ұры оны сату үшін ұрлаған. Бірақ ит оны тістеп алды. Ұры ашуланып, оны теуіп жіберді. Ит қашып кетті. Мен оны көршімді қуанту үшін алып кеттім. Оны үйіне өзі қайтып баруға мәжбүрледім. Олли айтты. Мен білемін, оның иесі сенің итті тапқаның білмеді. Және саған рахмет айтпады, дұрыс па? Қыз жауап берді. Иә, мен барып шындықты айттым, бірақ ол маған жай ғана күлімсіреді. Рахмет те айтпады. Олли жұбатты. Жоқ, олар алғысын білдірді. Мен оны мұнарадан көрдім. Қайырымды іс жасағанда аспанда бір жұлдыз пайда болады. Қыз сұрады. Шын ба? Мен қайырымды іс жасаған соң аспанға жұлдыз шықты ма? Қарашы, жұлдыздар жарқырап тұр. Әрқайсысы бір қайырымды іс. Олардың сәулесі күнге қарай ағып, бір күн сәулесінен ләззат аламыз. Жарықты көріп, бақытты боламыз. Қыз жақсы жауап алып, кетіп бара жатып сұрайды. Ал біреу жамандық жасаса не болады? Олли жауап берді. Бұл өмір сынақ. Бірде ақ, бірде қара. Игі іс жасағандар жұмаққа барады. Және гүлге айналады. Бірақ жаман іс жасағандар тозаққа түседі. Бақа немесе өрімшіге айналады.
Сен нанды басқан қыз туралы әңгімені білесің бе? Қыз жауап берді. Білемін, ол тозаққа түскен. Олли айтты. Иә, жаман іс жасағандар тозаққа түседі және онда азап шегеді.